Сәлем достар. Сонымен қосақ жобасының кезекті шығарылымын сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Нұржан мен Ақерке қосылыпты, кеше көрдік. Нұржанның туған күні болған, сол туған күнде енді барған шығар, бір-бірімен кешірім сұрап, сөйлесіп деген секілді ғой. Енді Нұржан мен Ақерке туралы мен ештеңе айтқым келмейді. Бұл екі жұпты айтып мен шаршадым. Бұл екеуі мысалға осы қазір екеуі қосылды ғой, бір аптадан кейін, бір жарым аптадан кейін тағы бірдеңе басталады. Ол маған солай дейді, сен маған былай дедің. Екеуі жылайды, анау Ақерке отырып алып жылайды, Нұржан отырып алып жылайды. Егер сондай бір жағдайлар болып жатса, ешқандай да уайымдамаңыздар. Олар 2 күннен кейін қайтадан қосылады. Оларға жылай салу, тағы бірдеңе салу сән ғой, сән. Жалпы ондай адамдар болады, сондай жұптардың түрлері болады. Біресе көл, біресе шөл, біресе мысық пен ит сияқты да, арпылдасып алады да, артынан екеуі шай ішіп отырады деген секілді ғой. Дұрыс. Өздеріне сондай қарым-қатынас ұнаса, әрине сондай қарым-қатынаса бола берсін деген секілді ғой. Біздікі жай сырттай өздеріне пікір айту. Нұржан Ақеркені болашақта алады деп ойлаймын, екеуі қосылады деп ойлаймын. Себебі жігіт қызды жақсы көреді. Егер де жігіт қызды жақсы көрсе, ол қандай да болсын, алдынан бір жағдайлар шықса да, белгілі біреу қарсы болсын, тағы бірдеңе болсын, ол қызды бәрібір алады да, ұзатып та алады да қашып кетеді деген секілді. Сонымен бұл екеуі қосылады түбінде. Болған ырыстар олар енді болады, былай да болады деген сияқты ғой. Біздің қосылайық жобасына жаңадан қатысушы келіпті, көрдік. Ислам деген қатысушы келді, және де Ақмарал екеуі қосылды. Оның алдында Еңлік келген Ислам деген қатысушы ұнаған жоқ. Жалпы өзін көрсетуге келген, өзінің мүмкін әлеуметтік желілерін дамытуға келген жігіт деп ойлап отырмын. Енді қыздар ойбай деп ауыздарын ашып көздерін жұмып жатыр ғой. Дегенмен де үміткерлерді қанша үміткерлер келеді, қабылдайды, бірақ биыл келесі жылдары үйленеді деп ойламаймын. Себебі адам келген кезде тіпті оның ниетінен де көрген тұрыс жүрісінен біздің өзі көзіміз қазір қырағы болып қалған. Кім қалай үйленеді, кім үйленуге дайын, тіпті кәдімгідей біліп отырамыз. 95% біз біліп отырамыз. Көрермендерді айтып отырмын, көрермендер. Біз осы жаңадан келген қатысушы жай ғана өзін өзі қатты жақсы көретіні көрініп тұр. Ана қызбен бір жүру мүмкін, мына қызбен бір жүру мүмкін. Үміткер қабылдайды, сосын жобада отырған бір қызға ертең өзінің сезімін білдіреді, қиялданып, сондай іс-әрекеттермен солай жүреді. Сонымен біздің жобада Нұрдәулет жобадан кетті, қатысушы емес, бұдан былай қарай. Дұрыс. Мен оны қолдаймын. Шерхан да осыдан 1-2 күн бұрын жобадан кеткен. Бұл екеуінің жалпы жобаға кеткені өте дұрыс. Себебі ең бірінші, сен отбасын құрдың ба, отбасын сен үшін бірінші орында тұру керек. Сен үшін басқа қыздар емес, қыдыру, қыздан қызға бару деген сияқты емес, отбасың. Себебі сен отбасын құрдың, ол отбасында бала пайда болды. Сен ол пайда болған бала үшін сен үлкен әлемсің. Сен оның әкесісің деген сияқты ғой. Әкесісің, шешесісің. Ол баланың қасында болуың керексің. Бала әкесінің, шешесінің кішкентай кезінен іздейді. Сондықтан Шерханның да, Нұрдәулеттің де жасаған іс-әрекеттері жалпы ойлаған шығар, ойларына кішкене мүмкін отбасыларын, бақыттарын қолдарында бар, бақыттарын жоғалтып алғаннан кейін бағалап жатқан шығар. Адам қолда бар бақытыңды, қолда ешкім қалайса екен. Қазір кей кездерде біз қолымызда тұрған бақытты бағалай алмаймыз. Уақыт өте келіп, жоғалтып алғаннан кейін барып басымызда ойбай, сол кезде мен дұрыс істемеген екенмін деген сияқты бағалай бастаймыз. Дұрыс. Нұрдәулетке де, Шерханға да бақыт тілеймін. Шерхан өзінің отбасына қосылып кетсін. Ақбота керемет пысық. Ол Шерханды да отбасында алдыға тартатын сондай қыз. Нұрдәулет те мүмкін қосылатын шығар, мүмкін сыртта өзі ешкімге айтпай мүмкін үйленетін шығар деген ой ғой.
Сонымен жобаға Ақмарал келді. Енді Ақмарал келген кезде барлықтар айтып отыр, ойбай, Ақмарал келді, қазір ол бәрін айырады, қайырады, қазір сындырады, тағы бірдеңе бәрінің аузын жабады деген сияқты. Жобаның мақсаты ешкімді айыру емес, ешкіммен ұрысып қырылысу емес, отбасын құру, тұрмысқа шығу, үйлену, үй болу. Да? Ұмытпаймыз, қатысушылар, ұмытпаймыз мақсаттарыңды, түпкі. Мен білем, жобаға сондай адамдар керек екен, мысалға ұрсатын, қырылысатын, дауысы қатты, бірімен салғыласып отыратын, бірімен төбелесіп кететін сондай адамдар жалпы жобаға керек. Енді ондай адамдарсыз жоба қызықсыз болатын шығар, өздерінің ойлары бойынша. Мүмкін сол үшін де мүмкін шақырған шығар, бірақ түпкі мақсат отбасын құру. Сонымен Ақмарал отбасын құруға келген екен. Көреміз енді болашақта мүмкін тұрмысқа шығып кететін шығар. Және де келмей жатып уже жобадағы Тимур деген қатысушымен айтып жатыр, сен маған жаздың, екеуміз сөйлестік, бірдеңе деп. Жобаның қатысушысы Тимур деген не үшін отырғаны мен үшін белгісіз. Себебі ол үйленгісі келмейді, ол үйленуге дайын емес, үйленгісі келмейді мүлдем. Себебі келген үміткерлер ана жер, анаусы мынау, бірдеңе деп жіберіп жатыр. Не үшін жобада отырғанын мен түсіне алмай отырмын. Сіздер білесіздер ма? Не үшін отырғанын түсіндіңіздер ма? Жалпы, сонымен біздің жобада мынандай кеше сөздер айтылды. Жобаның ханзадасы мынандай сөз айтып жатыр аузынан. Аяулым, саған папик керек дейді. Біздің аяулымға Асхат есімді үміткер келді. Асхат алдында Айданаға келген, Айдана оны бетіп шығарып салғаннан кейін қайтадан аяулымға келді. Өзі бір келу шаршамайтын жігіт екен. Аяулым, ойбай, ол мені түсінеді, ол маған көмектесіп жатыр, бірдеңе деп айтып жатыр. Енді білмеймін, енді болашақта не болатын, бірақ мен жоқ көрмеймін болашақта. Алысқа барады деп ойламаймын. Сон аяулымға айтып жатыр, аяулым, саған папик керек дейді. Папик деген енді білмеймін, олардың түсініктерінде қандай. Мамик, папик деген сөздерді біздің қазақ халқына тән сөздер емес. Ол сөзді қайдан алды, кімнен естіді? Қаншама миллион бір ғана Қазақстан емес, басқа көптеген елдер көретін көгілдір экранында отырып алып осындай бір сөздер айтып, біздің қазақ елін, біздің қазақтың жастарын неге кішкене жұртқа мазақ қылып отырсыңдар. Олар сосын ойлайды, ой, Қазақстандағы қыздар, Қазақстандағы жігіттер осындай екен ғой, олар сондай нәрсені жақсы көреді екен ғой деген секілді теріс пікірді сіздер орнатып жатырсыздар. Көгілдір экранда отырып алып, соны кішкене құлақтарыңызға алтын ойлап жүріңіздер. Әрбір ауыздарыңнан шыққан әрбір сөзге абай болыңдар. Ол айтып жатқан біздің ханзадамыз. Ханзада деген сабырлы, сыпайы, салмақты, әр сөзін саралап айтатын жігіт болу керек. Жалпы, содан кейін бізде Перизат жобада көрінбей жүр осы соңғы кездері. Сөйтсек, Перизат өзінің еліне қайтып кеткен көрінеді, белгілі бір мәселелер болған дейді. Қашан қайтатыны белгісіз, тіпті мынандай да пікірлер болып жатыр. Мүмкін ата-анасы оған қарсы шығар жобаға келуге деп, сонымен біздің Нұрсұлтан ханзадамыз жылап отыр. Перизат қайтадан кел, сені жақсы көрем, бірдеңе деп. Енді келсін. Егер де жігіт қызды жақсы көретін болса, қызды ата-анасы жібермесе, артынан барып, ата-анасынан қолын сұрап, ол қызға үйленуі тиіс. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ол солай істесе, ол өзінің махаббатын дәлелдейді. Сонымен кешегі біздің қостай жобасын ашуымыз осымен аяқталды, пікіріміз аяқталды. Өздеріңіздің пікірлеріңізді әрине комментарияда күтемін, лайктарымызды басамыз, пікірімізді максимально жазамыз. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесіде кім туралы айтқанды айтайын, қандай қатысушы туралы өзімнің пікірімді, қандай қатысушы туралы тереңірек білгіңіз келеді. Солай, барлықтарыңызға сау болыңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Осы жерге.